Армысыздар, құрметті тыңдармандарым. Каналыма тіркеліп, соңына дейін тыңдап, қолдап отырыңыздар. Бүгінгі оқитын әңгімем жесір әйелді ғашық еткен көрші жас жігіт туралы болмақ. Тау етегінде қыста қатпайтын, ал жазғытұрым жайылып, жағадағы үйлердің қора-қопсысын шайып кететін, ағыны қатты өзеннің қос қапталында орналасқан тал теректі, бау-бақшалы үлкен ауылда тұрғындардың өз сөзімен айтқанда 40 құрау халық тұратын. Әуел баста бұл 40-50 түтінді ауыл еді. Соғыс жылдары сол кездегі саясат сенімсіз деп таныған. Біраз халықтың өкілдері лек-легімен айдап әкелініп, үйді үйге бөліп орналастырылды. Соғыс аяқталып, заман тынышталған кезде қазақ ағайындылардың кең қолтық, ықылас ниетінің арқасында бір үй болып кеткен. Олар айдалып келе жатқанда адасып, көз жазып қалған туыс-туыстарын жан-жақтан іздестірді. Тиісті рұқсатын алып, көшіріп әкеле бастады. Одан кейінгі тың игеру науқанында да жер-жерден келіп, табиғаты сұлу, халқы мейірбан. Ауылды мекендеп қалғандар аз болған жоқ. Қиналған кездерінде құшақтарын жайып, қарсы алған халық ішіне сіңісіп, келе-келе құндалы жекжат болып араласып кеткен бұл ауыл тұрғындарының қайсысы қай ұлт өкілі екені сырт адам түсініп болмайтын. Тек кейбір салт-дәстүр ерекшеліктеріне не еңбекке деген ынтасына немесе бала санына қарап іштей ой түюге болар еді. Қызын көрші ауылға ұзатып, күйеуін одан да алысқа, Бақиға аттандырып салғаннан кейінгі ендігі тірегім осы болар деп жүрген ұлымен тіл тапсалмай, неше жылдан бері жалғыз тұратын Фазила ана солардың бірі. Етек жеңі молынан пішіліп, кеудесінің үстінен бүрілген кең көйлек киетіні, басына салған орамалын алқымнан байламай бос жібере салатыны, ауыл кемпірлеріндей кебіс мәсі кимей, қыста көн етік, жазда аяғының басына шәрке еліп жүретіні, оны өз қатарластарынан өзгешелеп тұратын. Жасы 70-тен асқан, имектеу мұрны, қалың қасы, бір қараған адамға өңін суықтау етіп көрсеткенімен, қасындағыларға қайырымы мол, өзімен өзі томаға тұйық, күн кешіп жатқан, сөзіне сақ, сырға берік, қарияны ауылдың үлкен кісі түгел әней дейтін. Әнейдің үйі қаланың шетінде. Үлкен жолдың бойындағы халықаралық автобустар тоқтайтын аялдаманың төбінде еді. Жасырақ кезінде өзі бұған қатты қуанатын. Базаршылап қалаға барып, артынып-тартынып қайтқан кездерінде де, жауын шашынды күндерде де, жолға шыға қалғанда да аялдаманың жақын болғандығының ыңғайлылығын талай байқаған. Қазір үйінің аялдама түбінде болуы, әу бастан қартайған шағында зарығып, жол қарап өмір сүру маңдайына жазылғаннан екен ғой деген ой келетіні бар. Күн ұзаққа қам кесектен құйылған дуалдың көлеңкесінде қала жақтан келетін автобустарды тықырши күтіп отыратын, тұншыр көзінде мұң тұнған ананың кешке қарай салы суға кетіп, кішкентай орындығын қолтықтап, үйіне жалғыз өзі кіріп бара жататын сол маңның тұрғындары талай өрді. Қысы жазы айнымай қайталанатын бұл көрініске олардың көздері үйреніп кеткен қашан. Жалғыз ілікті ананың қанша жылдан бері зарғып кімді күтетінін де біліп, жабырқаулы күйіне жандары ашығанымен қолдарынан келер қайраны жоқ. Сыралғы көршілері ештеңе байқамағансып іштей тынатын. Биыл көктемде әнейдің ауласындағы шағын үйге енді ғана ер жете бастаған ұлы бар жас келіншек Сара көшіп келгелі. Жұрт үшін үйреншікті болып қалған сол көрініске өзгеріс енді. Бірде алыс қалалардан келетін автобустардан ешкім түспеген соң, үйіне кіруге ыңғайланған әней ауыл ішінде жүретін автобустан Сараның түсіп келе жатқанын көріп кідірген болатын. Сара болса әней өзін күтіп тұр деп түсінді. Бала күнінде оқудан қайтқан кезінде анасының осылай жол қарап, мұны тықырши тосып тұратыны есіне түсіп, іші бауыры елжіреп, қарт ананы құшақтай алды. «Әней-ау, мені күтіп тұрсыз ба?» деп жүрегі мейірімі жүзін нұрландырып тұрған келіншек жанарынан шуақ төге қараған.
Әлгі, иә, шырағым, деді анасы асып. Анасын сағынып, жалғыздықтан жаны жүдеп, қамығып жүрген Сара өзінің сұрағынан әнейдің абыржып сасқалақтап қалғанын байқағанда да жоқ. Ол мына жалған дүниеде өзін ойлайтын, жолына қарап күтіп отыратын бір адамның табылғанына мәз болып, әнейді тағы да қаусыра құшақтап бетінен сүйіп алды. «Жүріңіз, әней, жақсылап тұрып шай ішейік. Мен жұмсақ тоқаш сатып алдым», деді еркелей сөйлеп. «Өй, алжыған басым-ай, манадан бері текке отырғанша шай қайнатып қойсамшы, сен жұмыстан шаршап келгенде қабай», деп қартана қысылып қалбалақтады да қалды. Күнделікті тірлікте соншалық мәнде берілмейтін осынау бір-екі ауыз сөз көңіл пернелерін басып өткендей жадырап сала берген. Екеуі дабырласа сөйлесіп үйге кіріп, Сараның қайнатқан шайын ішіп отырып, ұзақ әңгімелесті. Көрші болғалы бері жылы шыраймен амандасып, өзара ылтипат танытып жүрсе де, екеуі былайша бас қосып, әңгіме дүкен құрмап еді. Соның реті сірә бүгін келгендей. Әңгімелерінің жарасқаны сонша, сырт адамға айта бермейтін арман мұңдарын да жайып салысты. Сара сүйіп қосылған жарынан жаста жесірі қалып, тағдыр тауқыметін тартып келе жатқанына шағынса, әне бетін қақпай өсірген жалғыз ұлы Ролланның бұның тәрбиесіне көнбей үйден кетіп қалғанын айтып жылап алды. «Балаңыздың аты неге Роллан деп қойғансыз?» деп сұрады Сара. Әнейдің көңілін басқа жаққа аударайын деп. «Күйеуім ғой, өзі сондай аттарға құмар болатын. Жатқан жері жайлы болсын. Сондай бір мықты жазушы болған деп отырушы еді. Ұлым да сондай болсын деп армандаған шығар. Қызымның атын Анжела деп қойған. Әлгі америкалық күрескер әйел болатын еді ғой, соның құрметіне». Өткен өмірі есіне түсіп, әне езу тартып күлді. Сол күннен бастап әне жұмыстан қайтқан Сараны кеш сайын күтіп алатын болды. Тамағын пісіріп, шайын қайнатып қоятын. Қарияны Сарада ерекше құрметтеп, қас-қабағына қарап, анасындай сыйлайтын. Бір демалыста үйін әктеп беріп, тағы бір демалыста көрпе төсектерін далаға шығарып желдетіп, қамқорлық жасағанына қарт ана іштей қатты қуанып, қоңырқай тірлігіне шуақ боп кірген осы бір жайдары жанның қоңсы қонғанына Аллаға шүкіршілік ететін. Сараның не істесе де өз ойынан шығаратынына риза болып, үйіп төгіп батасын берер еді. Кейде үй шаруасын шыр айналдырып жүрген келіншектің ылдым-жылдым қимылына сүйсіне қарап, «Роллан келсе, сені алып берер едім» дейді. «Қойыңызшы апа, топырлаған қыздар жүргенде балалы әйелді қайтеді?» дейді. Сонда Сара: «Одан әрі мен бақағандай 7 жас үлкен емеспін бе? Үлкен болсаң қайтеді? Осы тұрғанда кейбір күйеуге тимеген қыздардан бәсің артық» дейді әнейде өз айтқанынан қайтпай. «Тек ол жөнсіз кеткен шіркіннің келу келмеуі не ғайбыл боп тұр ғой. Түзелмесең көзіме көрінбе деген едім өзім». «Апа, үйден кететіндей Роллан не бүлдірді?» деп сұрады Сара. Сондай әңгіме тағы бір қозғалғанда әне терең күрсінді. Қабырғаға қарап, мелшиіп отырып қалған ананың көзінен жас саулап, үнсіз жылап отырғанын көргенде Сара қарияның жан жарасын тырнап алғанын ұғып, аялдамай сөйлеген қатты өкінді. Бірақ өкінгенмен не шара, айтылған сөз атылған оқпен тең. Ендігәрі орынсыз сұрақ қоймай тілін тістеп жүруі керектігін ойға түйген. Ол өксіп отырған әнейді құшақтап бетінен сүйіп, әзер жұбатып еді. Сонда арада 1 жыл өткенде әне сырын ашпаған күйінде кенеттен қайтыс болды. Кімнен, қалай естігені белгісіз, 40-ын өткізетін кезде Роллан келді. Дене тұрқысын батты, өңі де көрікті. Аса көп сөйлемейтін жігіт екен. Үйден кетіп қалатындай мінез көрсететін адамға мүлдем ұқсамайды. Япырмай, ел жұрттан безіп кететінде бұл нені білдірді екен? Біреудің қызына қиянат жасады ма екен? Әлде ұрлыққа түсті ме екен? Бәлкім жастарды қоғадай жапырап жатқан есірткі деген пәлеге үйір болған шығар. Деген ойлардан сол күндері Сара арыла алмай ақ қойды.
шаруа бабымен кейбір мәселелер бойынша сөйлесуге тура келгенде де анасы көрмесе болып кеткен өкпелейтін мұның қандай айыбы бар екен деген сұрақ көкейінде тұратын. Бірақ сыртынан қанша зер салып қарағанымен жігіт айтқан әр сөздің тереңіне үңілгенімен сұрағына жауап болардай еш ілік таппады. Жұрт тараған соң Ролан есікке қара құлып салып, сізде болсын деп бір кілтті Сараның қолына ұстатқан. Сыртта біраз жүрдің ғой, енді ауылға қайт. Басыңды құрап, мына үйіңе, анаңнан қалған дүниеге ие бол, дескен ағайындарына мардымды жауап бермей, тіпті өзінің нақты тұрақты мекенінде айтпастан, кешкі апақ-сапақ уақытта кетті де қалды. Содан бері көрші үй тарс бекітілді. Күн бата жан-жақтан үйлердің шамдары самаладай жайнап, айнала жарыққа толған кезде көшенің аяқталар тұсындағы терезелері соқыр адамның көзінде қап-қара болып үңірейіп тұрған. Үй адамның бойына әлде бір қорқыныш ұялататындай. Сара бұл үйдің бос тұрғанына жастар жағы соншалықты мән бермегенімен, ауылдың мекендерінің ол жерден әлденені күбірлесіп, терең күрсініп өтетінін байқап жүр. Есігінің алдынан өтіп бара жатып, қайран әнейім-ай, үйің қаңырап әлі бос тұр, деп өзі де талай өксіген. Осылайша ай артынан ай өтіп, қоңыр күздің демі сезіле бастаған. Бір күні жұмыстан қайтқан Сара талайдан бері бекітулі үйдің терезелерінен жарық төгіліп тұрғанын көрді. Көрді де иығынан әлде бір ауыр жүк түскендей. «Ох», деді, «ендеше терезедегі жарық ол үйдің тіршілік бар екенін білдірді емес пе?» Толқып кеткен бұған терезеден төгілген жарық басқа үйдегілерден қарағанда әлде қайда күштірек жанып, көзді қарықтырып тұрғандай көрінді. Содан болар үйді биіктей еңселей түскендей. Көптеген көріністен сәл кібіріктеп қалған келіншек Ролан оралған екен ғой, деп қуанып, жүрісін жылдамдатты. Тық-тық басқан өкшесімен қосарлана жүрегі лүп-лүп етіп, ауланың қақпасын қобалжып әзер ашты. Әдетінше әнейдің үйінің іргесін жағалай жүріп, өзінің үйіне қарай беттегенде байқады. Көрші жігіт кілемдерді, көрпе жастықтарды сыртқа шығарып қойыпты. Желдетіп, қағып сілкіп алайын деген ғой. Онысы тұрсақ, деп ойлады Сара. Жолдан шаршап келген шығар, анасын жоқтатпай ыстық тамаққа шақырып қояйын. Сараның шақыруын қуана құп алған Ролан көп күттірмеді. Қолына ұстай келген бір қалта апельсиндерін ұсынып жатып, «Балаңызға әкеп едім», деді жымиып. Сосын, «Әуелі үйді жинап алайын деп тамақ істемеп едім, жақсы болды ғой», деп шынайы қуанып тұрған білдіріп қойды. Дастархан жасалғанша үй ішін барлай қараған көрші жігіттің назарын Сараның гүлдері бірден аударды. Терезе алдында бөлменің бұрыш-бұрышында арнаулы аспада үстел үстінде тұрған неше түрлі гүлдерге сүйсіне қарап, әрқайсысын зерттегенде үңіле қарап біраз жүрді. Әсіресе құлпырған жап-жасыл жапырағының арасынан күнге қарай бой созған әппақ гүлі шығып тұрды. Оның қасына барып ұзағырақ кідірді. Сосын Сараға қарап жымиып, «Бұл гүлдің халықтық атауын білесіз бе?» деп сұрады. «Білемін», деді Сара жадырай сөйлеп. «Бұл гүл әйел бақыты деп аталатын көрінеді. Әйел адамның басына бақ қонарда гүлдейді деседі». Солай деді де өзінен өзі қысылып беті ду ете қалды. Ролан оның жас баладай қызараңдап, қысылып сөйлегенін қызықтап тағы да жымиып қойды. Сара қонағының әр сөзін, тіпті әр қимылын іштей таразылап, електен өткізгендей қадағалап отырған түсініп, өзі байқап қалмады ма дейшін деп қымсынып қалды. Ролан ештеңе байқамаған сияқты. Кеш бойы орнықты, жайдары қалпынан бір айнаған жоқ. Пісірген тамағын мақтап, өзінің үстеме порция жеуден кетар еместігін, әскердікте болғандар мұндай тәтті тамақ пісірмегенде тіпті сұрайтын көрінеді деп әдем жеткізгені Сараға ұнап қалды. Ойынан келген Русланмен байырғы танысындай сөйлесіп, тіпті осы уақытқа дейін қайда жүрдің, сен жоқта мамаңды мен сияқты біреу алып қашып кетсе қайтесің деген қалжыңдағанында сөкет көрмеді. Роланды, Русланды жатсынбады.
Бұған әнейдің Роллан ағаң сияқты өскенінде, Роллан ағаң келгенде деп ұлын аузынан тастамай, екі сөзінің бірінде айтып отыратында әсер еткен болу керек. Әскерден ағасы келгенде қуанған Руслан қайтарыссыз бала көңілмен бірден қолға салды. Білесіз бе, әне маған Роллан ағаң келгенде атқа шабуды үйретеді дегенде, үйретесіз бе? Әрине үйретемін. Қажет десе мамаңа да үйретемін. Тек саған тегін, ал мамаңа ақысына деп Сараға қулана қарап қойды. Бұған үшеуі де мәз болып күлісті. Кетерінде Роллан жарық қосқыштан шошайып тұрған сымды көріп, ертең күн жарық кезде келіп жөндеп берейін деп Сарадан рұқсат сұрады. Шындығында да ертесіне құрал саймандарын көтеріп алып келіп, жарық қосқышты лезде-ақ жөндеп салды. Бұрандалары босап, ырғаңдап тұрған ескі үстел мен орындықтарды бекітіп, есіктің тістелеп, ашылмай қала беретін құлпын жаңалап берді. Одан кейін Сараның шайын ішіп отырып, сөз арасында анасының соңғы кезде қалай өмір сүргенін суыртпай сырт салды. Әне өлілгенше сізді күтіп жол қараумен болды. Сонша неге зарықтырдыңыз анаңызды, деді Сара өкпелі үнмен. Роллан үндемеді. Тұнжырап біраз отырды да шай толы кесесін үстелге қойып, ләм-мим деместен шығып кетті. Келесі күні Роллан тағы да келді. Түсініксіз мінездері болса кешірім етуін өтінді. Сара ұлымен кешкі астарын ішкелі дастархан басында отырған Руслан орнынан ұшып тұрып, оны төрге қарай сүйреледі. Үшеуі кешегідей шүйіркелесіп шай ішіп, түннің бір уағына дейін отырды. Кетерінде Роллан төргі бөлмеде тұрған Сараның гүлдеріне көз тігіп, әйел бақытты, деді өзіне өз айтып тұрғандай болып. Сосын Сара сұрақ қойды. Қалай ойлайсыз, еркек бақытты деген гүл бар ма екен? Сара оған таңдана қарады. Жоқ шығар, деді Роллан тағы да өз-өзіне айтқандай. Сосын бүгін ішінде ерекше бір от тұтанғандай жарқылдап тұрған көзін Сараға қадап, ал сіз әйел бақытының қандай болатынын білесіз бе, деп сұрады. Сара үндемеді. Не десін? Сүйіп қосылған жарымен осыдан 15 жыл бұрын бірге өткізген балшырын дәуренін айтпақ па? Ол дәуреннің алыста қалғаны сондай, кейде ол бақытты шақ менің басымнан өтпеген болар. Түсімде көрген шығармын деп ойлайтын. Одан кейінгі жылдарда күйеуімнің отын өшірмеймін деп жанталасты. Ол оны өсірді. Ата енесіне, қайын жұртына сыйлы болып. Шіркін келін болса Сарадай болсын деген сөздерді естіді. Үлкендер мұндайда шүкір әйел бақыты деген осы дейтін шығарақ. Ал Сара үшін әйел бақыты сонау жас кезінде жан дүниесі ертіп елжіретер, сезімнен жарына қуаныш сыйлап, тілектен тасып-тосып, бүкіл өмірін ертегіде елестеткен күй еді. Әрине, бұл үлкендер айтатын өлшемнен өзгеше болған соң, әйел бақыты туралы сөз бола қалса, Сара өз ойын іште іркіп, үнсіз қалатын. Қалай болғанда да әйел бақыты дегеннің қариялар арасында қалыптасқан ұғымнан тереңірек, ауқымдырақ екенін сезетін, бірақ оны өзі де нақты білмейтін. Болса да өзгеге қалай түсіндірсін? Сара ештеңе демеді, Роллан да үндеген жоқ. Кетерінде арадағы қолайсыздықты жуып шайғысы келді ме, гүлдеріңіз әдемі екен, бір екеуінің өскенін алып отырғызсам қайтеді, деді бұған ойлана қарап тұрып. Ол кете салысымен Сара бір-екі гүлдің жапырақтарын үзіп алып суға салды. Тамыры шыққан соң әдемі құмыраға отырғызып, көрші жігітке апарып беретін ойлап, жымиып қойды. Бірақ олар тымырлағанша қашан? Өзіне салса тура қазір артынан ілесе барып, айналдырған бір-екі күнде жұмсақ мінезімен, жұмсақ жымиысымен өзін баурап, ынтық ете бастаған жігітпен армансыз әңгіме дүкен құрар еді. Бәлкім, ол елден кеткенде өзін түсіндер, жанын ұғар бір адамды іздеп, сабылуымен күн кешкен шығар. Сонша жыл үйінен безіп, әшейін ел кезіп жүруі ақылға сыймайды ғой. Ал қазір жырақтан іздегені тап жанынан шыққанына сенер-сенбестей білмей, дал болып, сезімін білдіруге батылы жетпей жүрсе ше. Ролланның гүлдеріңіз әдемі екен деген сөздері Сараның құлағына жаңғырығып тынышын алды. Төсекте әрі ұнады, бері ұнады.
Ақыры тұрып терезеден көрші үйге көз салды. Жатын бөлменің шамы әлі сөнбепті. Терезеден төгілген жарық қараңғы түндегі шамшырақтай көз арбап, бұған кел, кел деп тұрғандай көрінді. Сара халатын киіп сыртқа шықты. Айлы түн сүттей аппақ еді. Аулада қарауытқан екі адамның сұлбасы бірден ес жиғызды. Біреуінің Руслан екенін даусынан таныды. Екіншісін де шырамытқандай болды. Көшенің арғы бетінде тұратын, шашын иығына түскенше өсіріп, үстіне елде жоқ әлеміш киімдерді киіп жүретін музыкант жігіт Азиз сияқты. Сыртқа шыққан мұны байқап, олы бері қарай жүрді. Азиз әрі кетті. «Неғып жүрсіңдер, анау кеткен Азиз бе?» деп сұрады баласына. «Я, сол ғой, Ролланға сәлем берейін деп келген екен. Екеуі бұрыннан бірдеңеге келіспеген бе, ептеп шексіп қалды. Сен үлкендердің ісіне араласпа, ұлым. Жүр, ұйықтайық» деп баласын ертіп үйіне кірді. Бірақ ұйықтай алмады. Түні бойы дөңбекшіп, таң алдында толықсып, әзер көзілді. Келесі күні Роллан бұларға келмеді. Екінші күні де көрінбеді. Сара өзінің елегізіп, оны күтіп жүретін байқады. Үшінші күні есік жақа елеңдеп, әзер батырды. Жатарда көрші үйдің терезесіне көз салып еді. Шамы жанып тұр. Сара халатын иығына іле салып, тағы да есіктің алдына шықты. Көрші үйдің есігі қиялай ашық тұр екен. Ол үйге барудың еш қисынын таппай қиналды. Әр ойлап, бер ойлап, түк таппай беймәлім бір күштің жетегіне еріп, солай қарай жүре берген Сара, әлден уақытта көрші үйдің есігінің алдында тұрған кезде барып ес жиып, өз ісіне қымсынып қалды. Ұят-ай, мен неғып тұрмын бұл жерде? Біреулер көріп қалған жоқ па екен деп, алақтап жан-жағына қарады. Түн жарымда бейсауат кім жүруші еді? Өзінің оғаш жүрісінен қысылып, тұла бойы бір ысып, бір суып, аяғы дір-дір етіп, дереу кері қайтты. Алға басқан аяғы кері тартып, ілбіп келе жатып, қайта оралуға, көрші үйге баруға сылтау іздеді. Үйіне кіре беріп, тосын бір ойдан қуанып кетті. Айтқандай, Роллан бұның гүлдерін атып еді ғой, өскенін сұраған, ал гүл өсем дегенше қашан? Одан да өсіп тұрған біреуін гүлді апарып сыйламайын ба? Ана өз ұнатып жүрген гүлді. Иә, қалайша ойыма келмеген. Сара жедел басып үйіне кірді де аппақ гүлін ашып, құлпырып тұрған әйел бақытын құшақтап қайта шықты. Айлы түн сүттей аппақ еді. Тып-тынық түнде құлағының жарғағын жарардай болып, үздіксіз дүрс-дүрс еткен дыбыстан басы солқылдап кетті. Тоқтай қалып тыңдап қараса, өз жүрегінің дүрсіл екен. Әшейінде қарсы адам көрінетін екі үйдің арасы жеткізбей, әнейдің үйімен арадағы 20 шақты қадам жерді 20 минутқа жүрген шығар. Көршінің өтінішін орындағанда тұрған не бар екен деп ойлады іштей, өзін өзі алдарқатып. Гүлімді аяғандай болмаймын ба? Ешқандай ешкі есебі жоқ екендігіне өзін өзі сендіруге тырысқан Сара. Сонда да болса әлденеге қуаныстып, жан-жағына алау-жұлақ етіп қарап қояды. Ақыры кетті-ау. Міне, кезінде өздемін еркін кіріп шығып жүрген үйі. Сәл ғана ашық қалған есік бұған кір деп тұрғандай көрінді. Гүл өскен құмырасын құшақтап, қараңғы дәліздің табылдырығын аттай беріп, қалт тоқтады. Іштен күбірлеген дыбыстар естілді. Алғашында телевизор ма деген жоқ, екі адамның сөйлескен сияқты. Сара бір орында қатты да қалды. Ролланың қасында біреу бар екен ғой, бәсе келмей қалып еді-ау, себебі енді түсінікті болды. Кенеттен шашып кеткен жүрегінің тұсына қолын қойып, кеткелі бұрыла бергелі сол еді, Ролланың қаттылау шыққан даусынан селк ете қалды. Қойшы Азиз, сен де қайдағы жоқты ойлап табады екенсің. Осындайда күдігіңнің шаршатты әбден. Азиз, көрші жігіт Азиз келіп отыр екен ғой. Түгің адамның басына бірден жаман ой келетін несі екен? Ролланды іштей қызғанып қалған Сара оның қызбен отырмағанына шынымен қатты қуанып, есікті тықылдатпақ болып ұмтыла бергенде кенет бұл күтпен алас-түлес оқиға басталды да кетті. Шаршаттым? Шаршаған екенсің.
Онда демал, мен кеттім. Солай деп сілкіне сөйлеп жұлқынып шыға берген Азизді Роллан көз ілеспестен жылдамдықпен құшақтай алды. Құшақтап қана қойған жоқ, Сараның аң-таң қалдырып, жоқ төбесінен жай түскендей боп шошытып, шашын дудыратып, бөлмеден шыға берген жігітті аймалап сүйе бастады. Оның кеудесінен итермелеп біраз жұлқынған Азиз сәлден кейін қарсыласуын қойып, Ролланың бетінен, көзінен өбе бастағанда өңі түгілі түсіне көрмеген мынандай көріністен есеңгіреп тілден айырылған Сараның аяқ қолынан әлгетіп, қолындағы гүл отырғызылған құмыра жерге гүрс ете түсті. Жүгіре шыққан Роллан анадайда көйлегі ағараңдап безіп қашып бара жатқан Сараны көрді. Аяғының астында жайнаған жапырақтар арасынан аруды білегіндей боп сызылып жатқан, сабағында үлбіреген әппақ гүлі бар әйел бақыты жайрап жатты. Тыңдағандарыңызға көп рахмет. Комментарийге өз ойларыңызды бөлісе кетіңіздер.